Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Менің есімім Алия. Бұл менің тоқыма жайындағы, менің қол өнерім жайындағы YouTube каналым. Мен біраз уақыттан бері жоқ болып кеттім, біраз уақыттан бері видео түсіруге мұрша болмай кетті. Оған себеп каникулдың аяқталуы, үлкен қыздарымның ата-әжесінен каникулды аяқтап қайтадан Астанаға ұшып келді. Олардың мектепке дайындығы басталып кетті. Одан бөлек бәріміз тұмауратып қатты ауырдық. Менің өзім де қатты ауырып қалдым. Одан тағы да бөлек мен автошколаға оқуға кірісіп, автомектепте оқуым басталды. Қыздарым мектепке дайындығы, кіші қызым, 7 айлық қызымды массажға апарып бастады. Сонымен менің не то чтобы видео түсіруге, тіпті тоқуға да уақытым болмай кетті. Сондықтан да қазір мен сіздерге көрсететін бұйымдарым осы, получается, август айында бір айда тоқыған бұйымдарымды көрсете кетемін. Және де қазіргі жаңалықтарым осы. Бүгін 1 қыркүйек. Жаңа оқу жылының басы. Сіздерді барлықтарыңызды құттықтаймын. Университетте оқитын болсаңыздар, оқу жылы құтты болсын. Мектепте оқитын болсаңыздар, я болмаса менікі секілді кішкене балаларыңыз бар болса, мектепке баратын, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Үздік оқу жылы болсын деп тілек тілеймін сіздерге. Ал енді өзімнің тоқыған бұйымдарымды көрсете кетейін. Бұл бірінші мынандай жұлдыз тәріздес ақ жастық, кішкене жастық. Бір жағынан ойыншық бола алады, бір жағынан жастық. Осындай тоқып шықтым. Бұл кішкене қызыма, Айыру атты 7 айлық қызым бар. Сол қызыма тоқылған жастық. Екінші тоқылған бұйымым, мен білмеймін неге екенін, күн салқындай бастағаннан кейін ба, бір қысқы заттарды тоқығым келгендіктен мен жылы шапкаларды тоқыдым. Мына шапка тоже өзімнің кіші қызыма тоқыдым. Қазіргі осы күзде күн салқындағанда кигіземін деп. Бұл Alize Softy жібінен тоқыдым. Ал мынау мен сіздерге жіптерім Pinduoduo'дан бірінші алғаш рет жіп заказ бергендегі көрсеткен болатынмын сіздерге. Сыйлыққа мынандай аюдың аппликациясы және де бамбуковый спицы келген болатын. Сол мына аппликацияны осы шапкаға жапсырдым. Өте сондай әдемі, жұмсақ, уютный шапка шықты. Кіші қызыма кигізетін боламын. Ал мынау бұл тақия. Менің жұбайым, күйеуім жұма намазға барады. Жұма намазға барған кезде осы тақияны киіп намаз оқиды. Бұны әдейі осындай жұмсақ қылып тоқыдым. Бұлайынан қалтаға салып алып жүруге ыңғайлы болу үшін. Ары қарай пятница күні жұма намазға барғанда, ары қарай жұмысқа кетеді. Жұмыстан босап шығып, намаз оқып, жұма намазға кіріп шығаттан, ары қарай жұмысқа кетеді. Сондықтан бұлайынан кіші қылдыртып, қалтаға салып алуға ыңғайлы болу үшін өстіп тоқыған болатынмын. Бұл тақия, күйеуім басына шақ, әдемі тақия, өзіне ыңғайлы. Осындай тақия тоқыған болатынмын. Және де мынандай қалың шапка. Бұл тоже Alize Softy. Alize Softy'ге тағы да китайский, қытайлық, мынандай молочный цветте велюровый жұқа пряжаны қосып, 2 жіпті бірге қосып тоқыған болатынмын. Alize Softy мен міне осындай қалың шапка шықты. Бұл шапканы үлкен қызыма, 4 сынып оқитын ханшайымыма дұрыс. Осы шапканы алдағы қыста үлкен қызым киетін болады. Келесі видеоларда бәлкім сіздерге қызымның басына кигізіп көрсетіп жіберем. Бұлай видеода сіздерге қазір бір ебедейсіз үлкен болып көрініп тұрған шығар. Бірақ бұл шапка ондай қатты үлкен емес. 4 сынып оқитын қызымның басына шақ. Міне, осындай шапка. Мынау да бір фасонмен тоқылған. Бірақ мынау Alize Softy бір жіппен тоқылған өзі ғана. Бұл шамалы жұқалау, ал мынау 2 жіп Alize Softy және де
жаңағы айтқа кеткен велюровый китайский жіпті қосқандықтан бұл өте қалың, прям қысқа арналған шапка болып шықты. Мынау кішкентай шапка, мынау күйеуіме тоқыған тақия. Жастықты және көрсеттім. Және үшінші тоқыған бұйымым міне мынандай шопер. Бұл шоперді уже прям вовсю ұстап жүрмін. Брелокты қадап қойдым. Әп-әдемі сүйкімді. Осы шоперді қазір кіші қызымды массажға неге апарғанда осының ішіне мұның жаялықтарын, массаж жасайтын майын, ауыстыратын подгузник, салфеткаларын салып алып жүрмін. Өте ыңғайлы шопер, ішіне барлығы да сияды, ойыншығы да, бөтелкесі де, жаялықтары да былайдан алып кете беретін. Прям пакет ұстағаннан не ұстағаннан мына шопер өте әдемі. Әрине арнайы балаға арнап сумка сондай алуға болушы еді, бірақ маған мынау прям ыңғайлы. Осындай шопер тоқыған болатынмын. Осы шоперді қазір пайдаланып жүрмін. Және де мына ойыншықты көргеннен кейін тағы да сіздерде сұрақ туындаған болар. Егер алдыңғы видеоларды көрген болсаңыздар, мен бұның алдындағы видеода сіздерге айтқан болатынмын. Ойыншықтарымды сатылымға бір дүкенге алып барамын деп. Ол дүкенге мен алып бардым. Өкінішке орай ол дүкенде сатылым мүлдем болмады. Ол магазин толық ашыла қоймады. Толығымен қолөнер сататын магазин болу керек еді. Мен секілді мастерлер, қолөнершілер көп хабарласпағаннан кейін ол магазин толық ашылған жоқ. Сондықтан да мен өзімнің бұйымдарымды алып кеттім. Толық ашылған жағдайда осы қазір бізде қыркүйекте не басталады, игры кочевников, көшпенділер ойындары. Сол кездерде негізі қолөнер бұйымдары өте жақсы сатылушы еді. Ол дүкеннің ашылғаны дұрыс болар еді әрине. Бірақ өкінішке орай қазір ашылмай тұр. Басқа мастерлер ол магазиннің, ол дүкеннің иесіне хабарласпай, хабарға шықпай жатыр. Менің ғана бұйымым ол магазинді әрине ашу үшін өте аз. Сондықтан ол дүкен ашылмады. Қазір енді мына ойыншықтарым барлығы менімен бірге қайтадан үйге келді. Мына шоперді тоқыдым. Және сіздерге тағы да көрсете кететін бір дүние бар. Қазір күте тұрыңыздар. Сіздерге алдыңғы жылдары көрсеткен мынандай ойыншық бар болатын. Сіздер естеріңізде болар. Мына қоян, рюкзачогымен. Мен бұны осыны упаковкаға салдым. Бүгін 1 қыркүйек, бірақ қыздарымның сабағы ертеңнен дүйсенбі күні 2 қыркүйек басталады. Қызым 4-ші Е сыныбына өтіп отыр. Міне мынандай кітапты оқыдым. Сіздерге көрініп тұрған болар. 4 Е деп вышивка жасадым. Осы қоянмен қызым мұғаліміне сыйлық жасағысы келді. Мен әрине қуана келістім. Мама, гүлдің орнына осы ойыншық жасайықшы, кітапты оқып берші, кітаптың сыртына менің сыныбымды жазып апайға сыйлайықшы, мұғалім қуанып қалады ғой деген ой тастаған болатын. Сондықтан мен қуана келістім. Жаңадан ойыншық тоқып берейін ба деп едім. Қызым жоқ, маған осы қоян ұнайды, осы қоянды сыйлайықшы деді. Міне осылай 4 Е деп кітап, үлкендеу қылып кітапты оқып өйстіп жаздым. Міне фиолет жылтырақ көздерімен осы қоянды ертең қызым мұғаліміне сыйлайын деп отыр. Ал кіші қызым, үлкен қызым айтқаннан кейін мен де сондай сыйлағым келеді, маған пілді бер деп. Міне мына пілді тоже осылай упаковать етіп қойдым. Өкінішке орай менде қазір әдемі сәндік упаковкалар жоқ, алу керек. Әзірше осылай қаптап қойдым. Жилеткасы бар. Бұл пілді де мен сіздерге алдыңғы видеоларда көрсеткен болатын. Қазір просто мұнда тоже кітап бар. Бұл кішкентай кітап. Мына қоянның рюкзагында, сумкасында болған болатын. Алдыңғы видеодан көрсеңіздер байқаған боларсыздар. Осындай кітап болған сумкасында. Ол кітапты алып мында қойдым. Бұған вышивка емес, кіші қызым мен өз жылтырақты, моншақты жақсы көреді. Мойыншақтармен жасап бер деді. Мен мойыншақ емес, кішігірім бисермен 2 деп, мынандай әріптермен бусины болған мойыншақтар, сонымен 2D деп өйстіп жаздым. Екінші қызым 2-ші Д сыныбына барады. Сондықтан да 2-ші Д деп осындай пілді мұғаліміне сыйлағысы келді.
әр қызым өзі ойыншықтарды өздері таңдап алды. Мен оларға сен мынаны сыйлайсың деген жоқпын. Ойыншықтарым ішінен осы 2 ойыншықты таңдады. Осы 2 ойыншық ертең 2 қыркүйек күні дүйсенбі күні мектепке барарда мұғалімдеріне сыйлайды. Мұғалімге ұнайды деген ойдамын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Мынандай қолдан тоқылған бұйым, қолдан тоқылған ойыншық мұғалімге ұнай ма? Әлде все-таки традиционно мұғалімге гүл сыйлаған дұрыс па? Сіздердің ойларыңыз, пікірлеріңізді комментарийге жаза етіңіздер. Маған өте қызық болар еді сіздердің комментарийлеріңізді оқып өткен. Міне осындай бұйымдарды ғана тоқыдым. Мына 2 ойыншықты менің августте тоқыған бұйымым деп есептеуге келмес, өйткені алдыңғында тоқылған болатын. Мына кітапты әрине осы кеше ғана тоқып біттім, жазып. Бұл қыздарымның мұғалімдеріне сыйлыққа кететін. Сіздерге ашып көрсетпей қояйын, барлығы да көрініп тұр деген ойдамын. Ал ашып толық көрсетілген видео бұл алдыңғы видеолардан қарасаңыздар болады. Біл және қоян сыйлыққа кетеді. Және де сіздерге тағы да бір сумканы шопперді алып тастайын. Сіздерге тағы көрсететінім бар. Бұның алдында мен сіздерге кардиганды көрсеткен болатынмын. Толық тоқылып біткеннен кейін сіздерге көрсетемін деп айтқан болатынмын. Бірақ өкінішке орай ол кардиганды толығымен тоқып болдым, және де оны сөгіп тастадым. Полностью дымын қалдырмай сөгіп тастадым. Неге деп айтар болсаңыздар, өйткені ол кардиган маған мүлде ұнамай қалды. От слова совсем. Ол кардиган менің кіші қызыма, 2 сыныпқа баратын қызыма прям шапшақ болып тұрды, бірақ андай қатты, как будто колым так стояло, очень әдемі емес болып көрінді маған. Мен оны сөгіп тастауға шешім қабылдадым. Ол кардиганнан мынандай жіптер, тағы да басқа түрлі түсті жіптер қалған болатын. Ол кардиганды тоқуға 12 моток 50 грамдық ярнар джинс жібі, және де мынау Alize Cotton Gold батик па, цветной. Осы жіптен осы 1 моток кеткен болатын. Осы 1 мотокты мен сөгіп тастап, қазір мынандай бір бұйым тоқып жатырмын. Бұл тоже типа кардиган болады, бірақ мен сіздерге көрсеткен ойыншықтарымда көбінесе жилет тоқимын ғой. Мен осыны бастап, мысалға, иығын, алғы несін, артын есептеп тоқимын. Солайынан кәдімгі үлкенін тоқып көргім келді. Үлкенін тоқып мені бастадым. Сөгілген жіп болғаннан кейін бір отдельно сатылымға бірдеңеге тоқығым келмеді әрине. Бұл все-таки хоть новый жіп болғанымен, бұлдан тоқып қайтадан сөгілген болғаннан кейін, бұл кішкене мынандай бұйраулау жіп. Бұны үйде киюге қызыма, я болмаса өзіме, жилеткама, бір кардиган ба, сондай бірдеңе тоқып жатырмын. Әлі белгісіз. Бұны да тоқып болғаннан кейін сіздерге көрсетермін. Ал алдындағы кардиганды өкінішке орай толығымен сөгіп тастадым. Кстати, ол менде бірінші рет сондай болып тұр. 3 ай бойы тоқыған бұйымым маған мүлдем ұнамай, 3 айлық еңбегімді бір мезетте бүйтіп сөгіп тастадым. Мен ұзақ уақыт бірдеңе тоқысам, басында ұнамай жатса, все-таки переделывать етіп, үйтіп ұнайтын кейіпке келтіретін едім, бірақ бұл тоқыған бұйымым мүлдем өзіме ұнамаған. Соншалықты даже видеоға да түсірмеппін, фотосын да түсірмеппін, сіздерге көрсетпеппін. Сол тоқылған мынау бұйымым тоқып біткеннен кейін сіздерге көрсете жатам. Мынау көріп тұрған шығар сіздерге, бұл тек басы ғана, иығы, денесі былай кетіп бара жатқан. Осындай бұйым тоқып жатырмын. Жаңалығым осы. Кішігірім тоқыған бұйымдарымда аз десем болады. Аз болған. Расында да аз. Бір айдың ішінде мен негізі біраз нәрсе тоқитын едім. Қаншама ойыншық тоқып тастауға болар еді. Бірақ өкінішке орай мүлдем уақыт болмады. Өзімнің сабағым, қыздардың мектепке дайындығы, кіші қызымның массажы басталып кетті деген секілді жағдайлар себепкер болып, тоқуыма, видео түсіруіме уақыт тапшы болып кетті.
бірақ енді қазір сабақ басталды, қыркүйек деген сияқты. Менің бос уақытым көбірек болады деген ойдамын. Қыздар мектепте болады деген секілді ғой енді. Бос уақытым көбірек болып, көбірек тоқып, көбірек сіздерге жаңа бұйымдарымды көрсетемін деген ойдамын. Сондай үміт бар енді. Мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Видеоны аяғына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп алғыс айтамын. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Жаңа оқу жылы сәттілік алып келсін. Үздік оқу жылы болсын. Сау саламатта кездесейік. Сау болыңыздар.